Тренингке барып жүр талай қазақ баласы. Жалпы соңғы 5 жылда елімізде тренинг, семинар, мастер-класс өткізе алатын мамандар біршама көбейді. Кәсіпкерлер, психологтар, IT мамандары, өнер адамдары, тағысын тағы. Олардың пайдалысы қайсысы, айлалысы қайсысы екенін ажыратып алу көз ашық адамға қиын емес. Адамдарға білім жетіспей ме, тәжірибе ме? Көпшіліктің басында не проблема бар? Қазір айтқанына ел нанатын, қазақ тілді біршама аудитория жинай алатын, бар білген үйретіп жүргендерге кімдер? Тренингке дейінгі, тренингтен кейінгі нәтиже қандай? Әріптесім Айбар Төлжанұлының репортажын көрейік. Қазақ үш адамды ғана тыңдайды. Қолында мал бар, мансабы бар, не билігі бар адамды. Кезінде Абай атамыз айтқан, қазірде өзекті. Соңғы жылдары елімізде тренинг өткізу трендке айналды. Психологиялық, отбасылық құндылықтар, кәсіпкерлік, тағысын тағысы. Осы елдерге көбінесе не жетіспей жатады? Оның жауабын сол тренингке қатысып жүргендердің өзінен және тренинг өткізіп жүргендерден білетін боламыз. Қуаныш Шонбай, ресторатор, кәсіпкер. Қазіргі таңда қазақ тілді аудиторияға тренинг өткізе алатын азаматтардың ішіндегі өзіндік қолтаңбасы бар бизнесмен. Жеңіске жетудің қазақша жолын ұсынып, екінші болма дейді. Жұрттың баласымен емес, өзіңмен жарыс. Мықты болсаң, өзіңді жең деген тұстанады. Бұлайша айтқанда қазақтың бас ауруын мықты зерттеген, диагнозын дөп қояды. Осы уақытқа дейін біз көбінде орыстардың, ағылшындардың мотиваторлық несін көріп жүрміз ғой. Ең бірінші қатты ұнаған мотиватор. Әрине осы тренингтен өте көп пайдалы кеңестер алдық. Бизнеске қатысты және өзіңді дамыту, өз-өзіңді көрсету. Көп адамдардың ауруы негіз мынада. Біз психологқа барған адамды псих деп ойлаймыз. Урологқа барған адамда денсаулығында проблема бар деп ойлайды. Стоматологқа барған адамның тіс ауырады деп ойлайды. Бұны ешкім бізге профилактикамен барады деп ойламайды. Сондықтан айтар едім, ең үлкен бұл ауру, ең үлкен қате, ең үлкен бір қазір біз күресіп жүрген нәрселер бұның маңыздылығын қатты түсінбеу. Барымен бөлісіп қазақ тілді аудиторияға тренинг өткізіп жүрген азаматтың бірі Мейірбек Бердібайұлы, Тұлғаны дамыту академиясының директоры. Табысыңды өсіргің келсе, өзіңді дамыт. Өзгергің келсе, таңертең төсегіңді жина деген қарапайым нәрседен бастайды. Мықты болғың келсе, мықтыларша кейін әдетін үйрен дейді. Айына бірнеше миллион табатын кісілер келеді, өз бизнесін базарда істеп жүргендер бар. Әлі өзіміз таппай жатырмыз дейді. Жақсы ақшамыз бар, табысымыз жақсы, бірақ жетпейді дейді өзімізге. Сөйтсек адамда әлі басқа жақтарда даму бар ғой. Мынаны қорықтандыру керек, рухани даму керек, жақсы бір киінгісі келеді, жақсы дамығысы келеді, жақсы ортада болғысы келеді адамдардың дамитын. Сол жетіспейді кейде.